Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Бүлігі Омар Есіркеев. Мен Орал қаласының нөмір 7-ші мектептің 9-шы А сынып оқушысымын. Ұлтым Украина. Ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жылдық мерейтойына арнап оның 19-шы қара сөзін оқып беремін. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Есті, көрін, ұстап, таптап ескерсе. Дүниедегі жақсы жаманды тани білуі, сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке іске жарамайды. Естілердің естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап, шалқартанып не салбырап, салғартанып есітсе, не есіткен жағын қайта қайырып, сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естпей не керек? Осындай сөз танымай тұғын елде сөз айтқанша, өзіңді тани туған шошқанны баққан жақсы деп бір хақым айтқан екен. Сол секілді сөз болады.